Саламатсыздар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Бүгін өтетін сабағымыздың тақырыбы металдардың тұздармен әрекеттесуі. Белсенді металдар тұздармен әрекеттескен кезде жаңа тұз және белсенділігі төмен металл түзіледі. Бұл орынбасу реакциясы. Бұл кері бағытта жүрмейді. Себебі жаңа түзілген металдың химиялық белсенділік қатарында сутегіден кейін орналасқан. Ескерту: мұндай типтегі реакциялар жүру үшін төмендегі шарттар орындалуы керек. Бірінші, белсенділік қатарында тұрған металл өзінен кейінгі тұрған металды олардың тұздарынан ығыстырады. Екінші, реакцияға алынған және түзілген тұз ерімтал болу керек. Егер түзілген тұз ерімейтін болса, тұз металл бетін қаптап қалады да реакция жүрмейді. Белсенділігі жоғары металл белсенділігі төмен металды оның қосылысынан ығыстырады. Кері реакция жүрмейді. Мыс тұзының ерітіндісіндегі мырыштың әрекеттесуін зерттеу. Неліктен мыс мырыш тұзының ерітіндісінен мысты ығыстырмайды? Келесі сұрақтарға жауап бер. Біз алтын затты күміс нитратының ерітіндісіне салу арқылы күміспен жалата аламыз ба? Біз күміс затты алтын үшвалентті хлоридінің ерітіндісіне салу арқылы алтынмен жалата аламыз ба? Темір еківалентті сульфиді алынатын реакцияны аяқта. Осы реакцияға қарап, темір мен сынап жайлы не айтуға болады? Мырыш сульфатының ерітіндісіне салынған мыс пластина өзгермейді. Неліктен? Қай тұздың ерітінділерінен хром металды ығыстырып шығарады? Бірінші, никель хлориді, екінші, алюминий хлориді, үшінші, кальций бромиді, төртінші, мырыш сульфаты, бесінші, барий сульфиті. Келесі тапсырма. Темір сульфаты ерітіндісінен металл атомын ығыстыра алмайтын металл. Кобальт, мырыш, калий, хром, магний. Қай жауабы дұрыс? Балалар, сендер берілген сұраққа дұрыс жауап берді деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Хош, сау болыңдар.